наурыз көже жасаймыз. Ол үшін қазымен осындай етті салып, жақсылап қайнатып пісіріп аламыз. Қайнап шыққан соң көбігін алып тастайсыздар. Наурыз көже жасаймыз. Оған бидайдан бір пилай қосамыз. Негізі әркім әртүрлі нәрсе қосады. Осылай әрқайсынан бір пилайдан қосып шығамын. Жүгеріден де бір пилай, лобиядан да бір пилай. Осыларды жақсылап жуып, тазалап, ыстық суға салып қоямыз. Енді осыны қайнаған суға жібітіп қоямыз. Картошка турап қойдым. Қазір көжемізге саламыз. Сосын қамыр илеп қойдым. Бұны да майдалап кесеміз, кеспе қылып. Бұны да қосып жібереміз. Қазір мұнда көжеміз қайнап жатыр. Ішіндегілер уже пісіп қалды. Енді осыған картошкамызды саламыз. Енді қамырымызды жаяйық. Етімізді қосамыз. Қамырымызды саламыз. Ең соңында суыған соң айранымызды құйып, осылай араластырамыз. Ас болсын.